Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер менің каналыма. Біздер үлкен кілт жасап көрсетемін сізге. Ол үшін бізге A4 қағазы керек болады. Оны екіге бүктейміз. Сосын ручкамен банағы үлкен кілттің суретін саламыз. Бұл кілт банағы декоративный дейді. Жаңа пәтер алғанда, я болмаса жаңадан мекеме ашылғанда, сондай тағы бір нәрселерге арналған декоративный кілт, алтын кілт. Соның бейнесін жасаймыз. Біздерге ол үшін мынандай A4 қағазға салып аламыз кілттің бейнесін. Бізге бана ручка, қайшы қиып алуға және PVH материал керек болады. Или картон алуға болады, қатырма қағаз. Я болмаса бана PVH дейді ғой, қалтқы, сондай материал. Міне қайшымен қиып аламыз. Естіп қайшымен қиямыз да қазір сіздер тамашалап отырыңыздар. Бұл жерде осы мен қиып атқан жерімде екі жағы бірдей болады. Симметрия. Біздер бұны қазір қиып болған соң, мына өрнектерін қиып алаймыз. Қиып аламыз. Міне екіге жерін тесіп, ішін ойып, қиып тастаймыз. Өстіп әдемілеп қиып аламыз. Бұл бізге шаблон тек. Бұл шаблон ретінде. Міне екіге аштық. Сонда біздің кілтіміз симметриялық кілт шықты. Бірақ бізге кілттің бір жағын қиып тастау керекпіз. Бір жағын алып тастаймыз. Міне осындай керемет кілт шықты. Бұл тек шаблон, бастырып арналға нәрсе. Енді міне осындай PVH материал аламыз. Мына осындай PVH материал. Және мындай мына жылдыр қағаз, самоклейка. Самоклейканы ашып, банағы жылдыр қағазды банағы PVH-ға жапсырамыз. Міне ашамызды PVH банағы қалтқы материалға жапсырамыз. Қалтқы материалға жапсырып, так, артын қиып тастаймыз қазір. Оны да өжеге жасып тастаймыз, кілт сыю үшін. Міне банағы шаблонды қоямыз қағаз кілт. Сосын банағы қарандашы ручкамен бастырып аламыз. Міне осы банағы алтын кілтімізді қолобзикпен айналдырып кесіп шығамыз. Айналдырып кесіп шығып, әдемілеп кесеміз. Мына қолобзикпен кесу, PVH-ны кесу жеңіл, әрі тез. PVH-дан, жылдыр қағаздан осылай
жасауға міндетті емес, әртүрлі кімде қандай материал болса оны жасауға болады. Мысалы алтылық я төрттік фанердан жасауға болады. Асылтқа дейін менде өзімде бар материалдан жасап жатқан ПВХ мен жылтыр самоклейкадан жасап жатқан. Міне кесіп алғаннан кейін мына қайшымен кесіп аламыз, ортасын қойып шығамыз. Оған қолөзікті ашып, ортасына кіргізіп полотноны, сосын қайттан полотноны бекітеміз де, сосын кесіп айналып шығамыз. Мінекей ендеше кілтіміз дайын, керемет. Ендеше лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Сау саламатта болыңыз.